таза болып тұр. Жукен сияқтысы. Кеше жуттыңыз ба? Не знаю, прям тап-таза күшті болып тұр, жылтырап. Күшті ухаживать ететін сияқты шаштарыңызға. Так, давайте сізге қандай прическа жасаймыз, соны айтыңыз, қалай қысқартайын. Сізде шашыңыз ұзын екен, ұштары сәл ұштаныпты, где-то 200 сантиметр дей алам. Егер де ұшын қысқарту керек десеңіз, ал егер де кәдімгідей қысқартамын десеңіз, оны айтыңыз. Так, мен дейсіз ба? Қатты қысқа болып кетпей ма сізге? Хорошо, мен енді өзімдікін өзім кезем, каскад қылып жасадым. Қараңыз, давайте мен сізге көрсетейін. Так, қараңыз, осындай менде чок бар, мына қысқарақ. Яр қалғандары жаңағы потихоньку былайынан ұзарады. Бірдей қылып жасап бер десеңіз, бірдей длина, солайынан жасаймын. Егер де жаңағы точно да осында қысқа болсын десеңіз, осында қысқа қылып сізге жасап берейін. Так, міне осындай қылып. Так, қараңыз, көрдіңіз ба? Міне разные длины. Бұл жерде енді сразу айтып қояйын, выпрямлять етіп шашыңызды часто түзулейтін болсаңыз, түзу шашпен көп жүре алмайсыз, өйткені ұзындықтары әртүрлі екен, қатты білінеді. Егер сіз көбіне объемный андай бюралау шаш жасасаңыз, кішкене бюралатып та, ол кезде күшті көрінеді, объемный көрінеді шаш, и ұзындықтары әртүрлі екені қатты білінбейді. Түсіндім. Уайымдамаңыз, әдемілеп жасап беремін. Тура өзімдікіндей қылып жасап беремін сізге. Длинасын барлығын уайымдамаңыз. Все, жақсы, отырыңыз. Басыңызды жумаймыз дедік. Так, енді давайте мен меркі алып алайыншы. Жақсы ма? Қазір. Так. Осымен өлшеп бірінші көріп алайын, қалай нені кесу керек. Так, просто видео бір шашпен барлығына бір стрижканы оны кесе алмайсың, одинаково қылып бірден қылып екен. Все-таки адамдардың бетінің формасы әртүрлі, жаңағы овальный лицо болады. То есть андай әдемі келетіндей болу керек та. Мен мысалы менікіндей жасап беремін сізге, бірақ сіздің бейнеңізге, сіздің сәулетіңізге әдемі болып көрінетіндей қылып жасаймын сізге. Так, түсінікті. Так, былайынан өшейін. Так, енді так, басыңызды тік ұстаңызшы, осылайынан маған қараңыз. Так, хорошо. Былайынан қараңыз, жана жаққа, оңға қараңыз. Енді солға қараңыз. Профиліңізді көрейін дегенмін ғой. Бүйтіп солға қараңыз. Все. Болды. Уайымдамаңыз. Как раз к оперативке слово барас. Так, давайте мен шашыңызды тарайын. Мына жақта шаш қап-қамадым, арт-жаныста өстіп шығарайын. Давайте. Так, түсті да, қамады ғой шаш қап-қап жүрмесін, бір шашыңыз ұзын болып. Ага, все. Давайте. Так, ортасынан бөліп алайыншы мен. Мен бүйтіп ортасынан өстіп бөлемін. Так, давайте мен сіздің басыңызды ұстаймын қазір. Уайымдамаңыз, так, аккуратно, аккуратно. Так, так.
жағымызды. Все. Давайте кішкене басымызды түсірістен шығаршы, чтобы қисап болып қалмас үшін. Қазір мен сізге су шашып жіберейін шаштарыңызға. Мистер Мускул ішінде су негізі. Просто на мистер Мускулда не бар жағы мистер Мускулма шашқа пайдалы элементтері бар. Бутылкасының ішінде менің бұл өзімнің производством десе болады. Ішіне әртүрлі майларды, пайдалы бальзам, кондиционер барлығын осының ішіне салып қойдым. Так что тек қана шашыңызды суламайды, бұл еще увлажнять етеді, кішкене уплотнять етеді шашыңызды. Все, давайте. Так. Дайте қолмен бүйтіп өткізіп жіберейін. Сулансын. Так, қазір кескенге керек болады. Натянул асты жағы. Все. Давайте притару жирин. Все. Парsi болды шашыңыз. Енді мен қазір бөліп кесем. Қараңыз, бірінші мына жағын екіге бөлдім ғой шашыңызды қазір. Енді бұны осылайынан тағы екіге бөлемін. Міне мына жағынан пробор аламын. Сөйтемін да бірінші асты жағын кесіп аламын. Өстіп мына қазір мына екі шашыңызды өстіп тық деп қыстырамын. Мына екі жағыңызды астыңғының длинасын екеуін бірдей қылып өстем да өстіп бүйтіп екеуін бірге қосамын. Өстем да қайшым қайда? Қайшым қайда? Міне өстем да өстіп деп кесем. Хорошо. Менде екі қайшы бар, біреусі осы. Екіншісі мынау. Қазір мен көрем. Бірінші мынау кішкентай қайшымен кесіп көрем. Егер бұмен кесілмей жатса, мына үлкен қайшымен кесем. Негізі мынау ыңғайлы. Еще мен қазір былай кескеннен кейін осылай жасаймын ғой. Но как раз жақсы да. Ана естественно көрінеді. Так, все, түсіндіңіз ғой. Болды. Давайте екі шашыңызды өстіп тағы бір рет бүйтіп нетіп жіберіңіз. Шашқап қалмады ма? Болды. Енді мына екі заколкамен қазір қыстырамын. Дайте, пожалуйста, бірінші қыстырайын. Все. Енді екіншісі. Все. И арттағы шаштарыңызды, жаңағы жинаған шаштарыңыз қазір бірге араласып кетпес үшін тағы да заколкамен бүйтіп бәрін артқа деп қыстырып қоямын. Хорошо. Деп мына қатты ұстайды мықты. Так, все, болды. Құлағыңызға тиді ма? Ой, кешіріңіз. Все, давай. Бастайым. Қазірден енді аламын да. Так. Енді қазір длинасын алдым. Енді былайынан жүк
бір жағы ұзын, бір жағы қысқа. Вот каскадта солай кесеміз. Енді заколкаңызды бір жағын жиі мына жағын бірінші қиям, өстіп аламын да міне осылайынан жасап, не көрдіңіз ба?